Баршаңызға қайырлы таң. Қалайсыздар? Аман есен саусыздар ма? Мен малдың қорасын бір аралап шығайын деп келе жатырмын. Мына жерде құстарға жемін, суын дайындап қойдым. Қазір соларды апарып беремін. Ципуля, ципуля. Ципа, 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 ципа. Ципа, 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 ципа. Тауықтардың жемдерін салып, суларын құйып қойдым. Ципулечки. Петя, Петя, петушок, золотой гребешок. Вот он наш петушок. Дашуня, қашан бұзаулайсың? Сен что такое ойланып кеттің? Қасында чернушка тұр. Чернушка, чернушка. Чернушка, золотушка. Так, енді менде таңғы серуен. Күнделікті бір маршрут менде осы. Есік алдындағы көшенің басынан аяғына дейін барып келемін. Қазір мына сотовыйда здоровье деген приложение бар. Сонымен сосын қараймын. Қанша уақыт серуендеп келгенімді және неше километр жүріп келгенімді. Бірақ ол маңызды емес әрине. Дегенмен сол көрсеткіштерге қарап күн сайын жігерленіп, талпынып отырасың. Ол да бір алға тартатын бір керемет күш. Сондықтан ондай приложениенің бар да жақсы. Керемет. Ауылдың ішінде таңертең сондай тыныштық. Биыл бізде қардың байлығы десем де болады не. Тамаша. Жердің беті аппақ. Ақ мамық жамылып жатыр. Иттер жүгіріп келеді не. Мінекей достар, менің бүгінгі күнім осылай басталды. Ендігі менің алдағы жоспарым күні бойы жасаған ісімді түсіріп, осы YouTube каналыма жүктеу. Сөйтіп, каналымдағы достарыммен өзімнің бір күндік өміріммен бөлісемін. Өзімді де көрсетіп қояйын. Күнделікті таңғы уақытта қандай ауа райы болмасын, жарты сағат уақытымды бөліп, жаяу жүріп қайтамын. Мен қазір ауылдың шетіне келдім. Міне мен көшенің басына жеттім. Енді кейін қайтамын. Благодарна принимаю. Надо благодарно принимать. Надо благодарно принимать. Надо благодарно принимать. Киса. Тоң қалдың ба сен келдің? Опана. Сен де қыдырып келдің ба? Жан. Кисенайка. Вот мне біздің красавица. Красавчик вообще-то был. Красавчик. Жүрегі бар. Опана. Жүрегі бармыз. Бұл да біз дала ашып қыдырып келді. Жүрегі барайық.
Ал енді бүгінгі таңғы асқа каша дайындаймын. Кашаға сары май салып, үстінен сұйық бал қосамын. Ал мінекей достар, бүгін қасиетті жұма, аруақтарды еске алып, Алладан мал жанымыздың амандығын тілейтін, сұрайтын күн. Сол себепті майдың иісін шығару ниетіммен шамалы Құдайнанға нан елеп, қазір соны есуге кірісемін. Bismillahirrahmanirrahim. Ниетім қабыл болсын. Мен қазір қалаға барып келемін. Бір шаруаларым бар. Соларды бітіріп келуім керек. Міне бізге Алла берді бүгін. Сиырымыз бұзаулап, төл басталды міне. Дашолька, жеңілдеуіңмен сені. Жанымсың. Көрпеге орап қойдым. Жан. Алла бере салған. Біздің бұйылғы бірінші төліміз. Сиырымыз бұзаулап, не? Қара алап бұзауға келді. Ал енді мен түскі тамақ дайындауға кірістім. Бүгін толченый картошка мен гуляш болады. Маған тамақты жылдамырақ пісіру керек. Себебі бұзауды емізетін уақыт кеп қалды. Осындайда міне дайын тұрған піскен еттің де пайдасы өте зор. Морозильник тамам болсын. Тамаша. Так, мен қораға келе жатырмын. Сиыр мен бұзауды қарап кетейін. Бұзауды бір рет емізіп келейін деп келе жатырмын. Так, бұзауымыз тұрыпты. Қара құншақ қаралы. Енді бұны бір ыңғайын келтіріп шешесін емізіп алу керек. Шешесіне желіні де сып тұр. Енді жұма күні туған. Әне істеп жатыр. Төмен қарай бар. Бұзауқаны. Кел, бұлай қарай жүр, бұлай. Кел. Қазір қолыма перчатка киіп алайын қазір. Сосын мен саған көрсетіп жіберейін. Так. Бұлай жүр. Кел. Вот, молодец.
Вот, молодец. Умница, умница. Умница. Вот молодец. Вот молодец. Вот, молодец, молодец. Вот молодец. Дай, кел. Gel ama gel. Дай. Gel. Gel ama gel. Gel. Gel ama. Gel ama. Гарнирға картошка емес күріш пісіретін болдым енді. Үлгере алмай жатырмын. Сондықтан маған тезірек пісетін тамақ керек. Күрішті тазаға жуып алдым. Қазір майға қорып, гарнирға пісіріп аламын. Ет әдемі пісіп жатыр. Тамаша баппен ақын үлкіліп қайнады. Так, мына ыдысқа сұйық майды құйып қыздырып алдым. Енді осының үстіне күрішті салып қуырамын. Вот, мінекей күріш қуырылды. Енді осыған шамалы тұз саламын. Сосын үстіне қайнаған су құямын. Жеткілікті. Астық қояйық. Барлық күріштерін жан-жағындағы ішіне түсіріп. Так. Тамаша. Енді ең баяу отта бетін жауып 20 минут пісіремін. Мінекей, күріш те дайын болып қалды. Қараңыздар, қандай керемет рассыпчатый күріш болып шықты. Так, обедке тұздалған қияр шығарып қойдым. Енді соны алып шығып турай берейін. Көріп тұрғандарыңызда арасына тұздағанда горчичный семена салып жерген болатынмын. Өте дәмді, бір ерекше тұздалған огурцы бұл. Так, қазір пышақ алып келдім, мынаны турап шығайын. Так, түскі асымыз дайын болды. Тамағымызды ішіп алып, қазір қайтадан далаға шығамыз. Бісміллә деп. Астарыңыз дәмді болсын. Міне тағы қорада жүрміз. Gel. Молодец, молодец. Вот, молодец. Бірінші уыз. Нағыз пайдалы. Вот, молодец. Тойып алды. Вот, қарны шығып, тойып алды. Кел, тағыз. Кел, кел.
Дашулька. Ей, canım сол Дашулькадан айналдым. Вот, молодец. Aldın mı? Gel Tağdaş, gel. Gel ağam, gel. Осылай міне бір күніміз өте шықты. Ал енді мен сіздермен қоштасамын. Аман, сау болыңыздар. Келесі видеода уыз пісіріп көрсетемін. Сондықтан қалыс қалып қоймаңыздар.